Ал кеттік ағайын, жасанды интеллекттерді жарыстырайық. Шаршалаңда Gemini, Cloud, ChatGPT және біздің отандық ойлан. Бірінші критерий IQ, яғни олардың ойлану қабілетін тексеретін боламыз. Ол үшін бастауыш сынып деңгейіндегі қарапайым логикалық есепті бердік. Есептің мәтінін асықпай паузаға қойып оқып алыңыздар. Ең алғаш Gemini'ға бердік, бірақ Gemini сұрағымызды түсінбеді өкінішке орай. Келесі бізде Cloud. Дәл сол есеп. Ескерте кетейін, сіздер көріп отқан таймер жасанды интеллекттің қаншалықты жылдам жауап беретінін тексеру үшін қойылып тұр. Бұны біз тек алғашқы сұрақта ғана қолданамыз да, басқа уақытта бірден жасанды интеллекттің жауабын көретін боламыз. Дәл осы кезде бізде Cloud жақсы жауап берді, біз оған лайк басып, жауаптың бізге ұнағанын кері байланыспен білдіріп қоямыз. Келесі кезекте бізде ChatGPT. Бүкіл жасанды интеллекттердің ішінде ең жылдам болғаны осы ChatGPT болды және де жауабы дұрыс. Келесі кезекте өзіміздің отандық ойлан платформасына кезек береміз. Және де осы жерде бір өкінішті жайт, ұйықтап қалмаңыздар. Өте ұзақ уақыт алады және де сіздер салыстырмалы түрде барлығын дұрыс сезіну үшін ешқандай жылдамдатусыз 15 секунд бойы күтуге тура келді. Дегенмен қуанатын жағдай, жауабы дұрыс. Осымен бірінші кезең аяқталған жоқ. Тапсырманы сәл қиындату үшін екінші тапсырма ретінде біз оларға математикалық есепті, яғни тригонометриялық теңдеуді қалай шешетіндерін көргіміз келді. Осындай есеп осы жолы Gemini оянды, жарысқа қосылды. Ұсынған екі жауаптың бірінде дұрыс жауап берді. Оны қабылдадық. Келесі бізде Cloud. Ең бір пысық, жағымпаз жұмыскерге ұқсайды, өйткені сұрағаныңнан артық беріп, сұраққа егжей-тегжейлі жауап беруге тырысады. Одан кейін ChatGPT әдеттегідей сипаттамасы да әдемі, жауабы да тиянақты, қадам-қадамға бөліп жақсылап сипаттап берді. Ал келесі кезекте ойлан, ол негізінен дұрыс жауап берді, бірақ тек жеке жағдай үшін бір ғана жауап берді. Енді өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін сәл жақтасып, кішкене бір промпт жазып бердік. Бұл жеке жағдай ғой, бізге жалпы жағдай үшін есепті шығарып берші деп едік. Тапсырманы орындады, қабылдаймыз. Ал енді бірінші кезеңді қорытындылап жіберейік. Gemini бізде 0,5 ұпай, өйткені тапсырманың біреуін жасай алмады, қалғандары 1 ұпайдан. Келесі кезең кодинг, яғни бағдарлама жазу мүмкіндігі қандай екен. Өте қарапайым тапсырма, Fibonacci сандарын генерация жасайтын бағдарлама жазу керек. Gemini тағы да жазғысы келмеді. Cloud енді нағыз overdoing. Мынау жерде мен оны пентагонды бұзып жатыр ма деп шошып кеттім. Өте көп код, өте тиянақты, өте көп сипаттамамен жіберіп көрдік, бәрі істеп тұр. Тапсырманы орындауға болатын бүкіл әдістерді қарастырып, барлығын жазып шыққан. Лайк, ары қарай кеттік. ChatGPT әдеттегідей жылдам жауап, өте әдемі сипаттама және де тапсырма орындалған. Тексеру үшін кодты көшіріп аламыз да редакторға саламыз, тексереміз және де барлығы істеп тұрғанына көз жеткіземіз. Келесі кезекте ойланып біздің тапсырманы дұрыс шығарды. Бұл жердегі ең негізгі критерий ол бірден жұмыс істейтін код бере ме бермей ме соны тексеру. Сондықтан бірден кодты іске қосып тексеріп жатырмыз. Бәрі орындалды. Енді екінші кезеңнің аралық қорытындысын жасап жіберейік. Gemini өкінішке орай тапсырманы орындамағаннан кейін 0 ұпай, Cloud пентагонды бұзғысы келген үшін 1,5 ұпай, ал ChatGPT мен ойлан 1 ұпайдан. Келесі кезекте біз әзіл. Жасанды интеллекттердің әзілдесуге қабілетін тексергім келді. Инженерлер туралы әзіл айтуын сұрадым. Бұл өте субъективті нәрсе болғандықтан өзіңіз паузаға қойып, асықпай оқып, мүмкіндік болса күліп алыңыздар. Дегенмен видео менікі, сондықтан өзімнің пікірімді айта кетейін. Gemini түсініксіз әзіл айтты, мүмкін мен түсінбеген шығармын, түсінсеңіз пікірге жазып кетіңіз. Cloud әдеттегідей overdoing, 1 емес 4 әзіл берді, әртүрлі тематика, әртүрлі тақырыпта және одан ары қарай жалғастырғысы келіп жатыр. ChatGPT 1 әзіл берді және де қаласаң ары қарай неше түрлі әзілдерді құрастыра аламын деп ұсыныстар жасай бастады. Және өзіміздің ойлан, ол да тапсырманы орындады деп бағалауға болатын шығар. Аралық қорытынды жасайтын болсақ, Gemini'дің жарты балын алып тастадым, қалғандарға 1 балдан бердім. Келесі бізде шығармашылық. Жасанды интеллекттерді бір шумақ өлең шығаруын сұрадық, және қарапайым өлең емес, біздің Қазақстанымыздың жарқын болашағы туралы жырлашы деп өтініш айтты. Бұл тапсырманы да бағалау өте субъективті. Біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін дегендей. Жалпылама шолу жасап өтейін. Барлығының деңгейі шамалас. Cloud қана әдеттегідей 1 емес бірнеше шумақ шығарып жерді, бірақ
ұйқасқа келгенде, мағынаға келгенде маған чат GPT-дікі көбірек ұнады. Қатты жақсы емес, бірақ салыстырмалы түрде өзіме көбірек ұнады. Дегенмен бір өкінішті жағдай, мен дәл осы тапсырманың ағылшын тілінде, орыс тілінде орындалуын сұраған адамдардың видеосын көрдім. Ол жердегі нәтиже әлдеқайда жақсы. Бірақ қазақ тіліндегі нәтиже өкінішке орай әлі де болса нашар. Демек, бұл бағытта әлі жұмыс істеу керек. Барлығына бірдей бір ұпайдан бердім. Келесі мәтінді аудару. Қарапайым Python туралы орыс тілді мәтінді қазақ тіліне аударуды сұрадым. Бірдей нәтиже емес, нәтижелер әртүрлі. Бұл жерде оқып салыстыру керек. Дегенмен, бұл жерде де маған чат GPT-дің аударуы басқаларға қарағанда сәл ғана көбірек ұнады. Асықпай тоқтап қарап көріп, ойланыңызшы, менімен келісесіз ба, келіспейсіз ба, пікірге жаза кетіңіз. Ол өте бір қарапайым сөз құрылысын қолданған сияқты. Ал осы тапсырмада менің көңілім толды, шынымды айтайын, өйткені қазақша сөйлемдерді құрастыруы, байланыстыруы өте жақсы. Қуанарлық жағдай әрине, алдағы уақытта бұл жағдай тек жақсара түседі деген үміттеміз. Ал біз жарысымызды қорытындылайық. Соңғы тапсырмаға да бәріне бір ұпайдан бердік. Нәтижесінде Cloud өзінің пысықтығымен алға шығып, жарыстың жеңімпазы атанды. Gemini өзінің түсінбегенімен, еріншектігімен ең соңында қалды. Ал біздің ойлан чат GPT-мен тең нәтиже көрсетіп тұр. Керемет, бұның өзі бір лайк қой ағайын.